Өлкетанушы орталық қоғамдық бірлестік 2017 жылдан бері қарай тарихи, мәдени, рухани нысандарды анықтау жұмысын айналысып келе жатыр. Міне бүгін кезінде біз бала күнімізде аңыз кейіпкер деп білетін Жалайыр Шора бабамыздың ұрпақтарының хабарласуымен сол Құсбек атамыздың жатқан жеріне жолға шығып барамыз. Фамилиям Жаңбырбай, атым Құрмаш Тайгелдінің баласымын, Сырымбетпін. Сырымбет тасым. Дәу тасты көрдіңіз бе? Арғыбет дегені. Мұна сонан жалана мәшіне жол шығады ана. Көрдіңіз бе? Ақ үйге қарай. Ақ үйге қарай. Сонан бұлай қарай, мұна жалдың ортасы Шоратоғыл деген жер бар. Шоратоғыл дейді. Енді бұл Шора атамыздың жері ме? Оның соғысының атында қалған жер ғой. Енді бұл менің өзім жасымнан осы тауда өскен адаммын, бала кезімнен анау 56 жылдан. Сонда Кәрібай, Лақ, Оспанбек, Сарлақ, Кәрібай деген үлкен кісілер, Кебекбай деген, сонда осы кісілердің айтуы бойынша мен есімде қалып еді. Мынау Шора атамыздың бейтінде жатқан жердің сол кісілердің Құран оқыстап бағыштайтын кезінде соны мен есімде көрген көзім, көрген. Қусақ, мынау әпежептер үлкен су, Қусақ, біздің Қусақ, бұның басы Көксай дейді. Көксайдан біздің екпініне басып, өр Қусақ боп, Қараталға ары қарай Көксуға құяды. Мынау арғы бет, бұл Қарирек дейді. Қарирек деген жер, бұның анау арғы басында Малай. Малай Дәуке деген Малайдың 1000 жылқысы жатады екен, Малай бай болған біздің Сырымбетте. Біз қазір мынау Шоратоғыл деген жерде тұрмыз. Жаңа енді атамыз оның негізгі жай жапсарымен тарихын айтып берді. Енді осы жерді және барлап көрген кезде, мына арт жағымызда кезіндегі қола дәуіріне тән қорғандардың белгісі бар. Кім болу керек? Қысқасы бұл жерде осы бір қорған арқылы осы жер кезінде қола дәуірінен бергі адамзаттың қонысы болған белгілеуге болады. Қысқасы сол дәуірден бері біздің ата-бабаларымыздың құтты қонысы өскен, өркендеген жер. Кебекбай, Момтәлт деген аталарымыз бәрі пәниден өтіп кетті. Сол кісілердің ары өткен, бері өткенде осыған аттан түсіп бағыштап ататын. Мынау біздің Шора деген, аспанда жүрсем қанатын талап, жерге қонсам Жалайыр Шоралады деген Шорлық бейіті деп. Көшкінбаев Қайрат, қазір енді 65-ке келіп қалдық. Жалайыр Шораның 8-ші ұрпағымын. Жаңғабылұлы Шора атамыздың. Жаңғабылдан туған 2 ұл, Жылгелді мен Шора. Бізге беріп жатыр. Енді кім жатқан, кім маған, бірақ мына жерде көріп тұр, көне заманнан адамдар жатқан көрініп тұр мына жерде. Мүмкін ішінде біздің атамыздар жатыр. Құсбегі болған Шора атамыз Қазақстанға аты белгілі. Абай жолы деген кітабының 49 бетінде жазылған. Сынақшылар арғынның Құсбегін мақтап атып, қандай үйреткен бүркітті, қандай деп атқан кезде аяғында әрине Шора, Жалайыр Шорадан кейінгі бұл деп. Есім Қойгелді Бақытжан Исатайұлы болады. Осы Сырымбет ауылының тұрғынымын. Көбісімағас тұрған Қарирек деп аталады бұл жайлау. Ортасында Қусақ деген өзен. Бұл негізінде бұрында осы Сырымбеттің жайлауы болып, сана қоймайды Қарирек. Ана Мұңбұлақтан арғаттай, ана сайдың арғаттай. Ар жағы Жақсымбеттің жайлауы болған. Содан бағана ғана ойса жақтар ол Толқынбеттің жайлауы болған. Әулие жатыр. Құсбегі Жалайыр Шораның жатқан жері. Мына жағың шың, тура қасынан өтеді деді. Мына жолмен шабады ғой. Содан есімде қалды бұл жер. Сол кісілердің айтқаны. Енді бала күн мына жағымызда Бекбол деген жер. Ар жағында шыңның арғы беті Мыңбұлақ. Мына жақта шошайған Шошақтөбе, Суықтөбе. Біз енді мынау Жалайыр Шора бабамыздың ұрпақтарының айтуы бойынша осы жерге келдік. Қорғандарды тексердік, ұрпақтарынан естеліктер алдық. Қысқасы Жалайыр Шора бабамыздың осы жерде жерленгені анық. Енді қазір енді бізде Қазақстанда мына құс белгі өнері өркендеп дамып келе жатыр. Мына жерді қарасаңыздар, бұл жерде құс баптауға да, немесе құсбегілердің жарыстарын ұйымдастыруға да өте қолайлы жер екені көрініп тұр бұл жерде. Барлық сайсарасы да, басқасы да. Сондықтан біздің айтарымыз Жалайыр Шора
тууралымыз кусбегилик тууралуу да айтылса да, кусбегилер тууралуу сайыстар өткөзүлсө да, міндетті түрдө Жалайыр Шоранын аты аталып, жана оған арнайы құрмет білдіріледі. Демек, болашақта ел болып, жұрт болып, немесе басқа жақтардан бірлесе отырып, осы Қазақстандағы құсбегілердің сайысы осы Жалайыр Шора жерінен осы аумақта өтсе деген елге айтар ұсынысымыз бар. Біздің негізгі түпкі мақсатымыз Жалайыр Шора бабамыздың жатқан жерін нақтылаумен бірге осы бабаларымыздың ерлігін, даңқын, осы тарихты сақтап бізге жеткізген ұлы істерін келешек ұрпаққа насихаттау.